Жетім қозыны қасқыр жегені. Ертеде, көктем күнінде, көшершілік заманда бір қозы қойдан адасып жатып қалады. Ел жөңкіліп ұзап кетіпті. Қозы жалғыз өзі жайылып жүреді де, бір күні бір көлшікке кез келіп, су ішіп жатқанда бір қасқыр келіп су ішеді де, қозының ізін көріп, қозының артынан іздеп жүріп тауып алады. Қозы қасқырды көріп қорқып тұрады. Қасқыр қозыға: «Мен сені жеймін» дейді. Қозы: «Не жазығым бар, тақсыр» дейді. Сол кезде қасқыр: «3 жылдан бері ішіп жүрген суымды лайлап жүрсің. Қойды десем қоймайсың» дейді. Қозы айтады: «Менің туғаныма 3 ай болған жоқ, 3 жылдан бері суымды қалай лайлаймын» дейді. Сонда қасқыр: «Сен болмасаң, сенің енең болмаса, сенің аталарың» дейді де, қозыны кеңірдегінен алып жерге бір соғып жеп қояды.